Баршаңызға сәлем, Нұрфильмс арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда 2022 жылы шыққан «Теңіз құбыжығы» атты мультфильмге қысқаша шолу жасап беремін. Егер арнамыз ұнап жатса, тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіз. Жетімдер үйіндегі Мейзи әдеттегідей достарына теңіз құбыжықтарын аулаушылар туралы ертегісін айтып отырады. Бірақ тәрбиеші оларды ұйқыға жатқызады. Әйел кеткен соң Мейзи терезеден арқанның көмегімен қашып, өзінің кезекті саяхатына аттанады. Ертесіне атақты Inevitable кемесіне Джейкоб есімді теңізшіге бірнеше шақырым жерде орасан зор құбыжықтың көрінгені туралы хабарланады. Капитан бұл оның бір көзін жұлып алған қызыл ашуланшақ екенін айтады. Олар тағы бір құбыжықтың Джим Николабанның кемесіне шабуыл жасап жатқанын көреді. Капитан қызыл ашуланшақты аулау мүмкіндігінен бас тартпаса да, Джейкобтың кеңесімен бағытын өзгертіп, Николабанның кемесіне көмектесуге барады. Тұманның ішінде Inevitable командасы құбыжыққа шабуыл жасайды. Джейкоб гарпунға орналастырылған жүзбелі буйды лақтырады. Енді олар құбыжықтың қайда екенін біледі. Алайда құбыжық кемені төңкеріп, теңізшілерді шатырларымен ұстай бастайды. Джейкоб оған гарпунды лақтырып, кемені босатады, бірақ құбыжықтың соққысынан өзі суға құлап кетеді. Джейкоб құбыжықтың арқасына шығып, пышағын қадаған кезде ол кеудесін кемеге қарай ашады. Капитан соңғы күшін салып, найзасын оның өмірлік маңызды жеріне қадайды. Құбыжық жойылады. Капитан оның мүйізін бір бөлігін олжа ретінде кесіп алғанымен, құбыжық соңғы шатырымен капитанды терең мұхит түбіне тартып әкетеді. Капитан аман қалса да, көңілі түсіп, үйге қайтуды бұйырады. Кемедегілер аң-таң болып тұрғанымен, капитанның айтқанын тыңдап, ауылға қарай бұрылады. Капитанның ынжығасы түсіп, ол теңізге қарай беттейді. Батады. Капитан өз бөлмесіне Джейкобты шақырып алып ішімдік ішеді. Бұл ұзаққа созылады. Кеме үйге оралғанда, іштегі борттағы адамдар оларға қызықтығып өз оқиғаларын айтып береді. Оларға алып келген олжасын да көрсетеді. Соның ішінде Мейзи де оны көреді. Солай ауылдағылар үлкен той жасайды. Жұрттың арасына еніп кеткен Мейзи бардың терезесінен Джейкобты көріп, оның жұмысының үлкен жанкүйері екенін айтады. Джейкоб қатты қуанып, оған таңғалып бірге танысады. Осылайша әңгіме қызып, Мейзи ол бардың ішіне кіреді. Ол жетімдер үйінен қашып келесі сапарына бірге шыққысы келетінін айтады. Джейкоб балалардың теңіз қауіп екенін айтып, оны арбаға салып, жетімдер үйіне қайтаруды сұрайды. Келесі күні капитан Кроу және оның серіктері патша сарайына келіп, жеңген құбыжықтың мүйізін тапсырады. Патша таңғалған түр көрсетіп, оны қайтадан басқа жаққа апарып тастауды сұрайды. Патша оларға үлкен сыйақы берсе де, олардың қызыл ашуланшақты жоя алмағанына ашуланады. Император райдері көрсетеді де, флот оларды аңнан босататынын айтады. Кроу қатты ашуланып, екі ортада түсініспеушілік пен төбелес басталмақ болады. Осы кезде Джейкоб келіп, Джейкоб ахуалды басу үшін екі кеменің арасына жарыс ұйымдастыруды ұсынады. Inevitable мен Император Райдер арасындағы аң аулау бәсекесі. Жеңілген кеме толығымен жойылады. Патша бұл ұсынысты қабылдайды. Кеме тағы да теңізге шығады. Джейкоб қызыл ашуланшақтың терісін қалың болатындықтан оны жою үшін отты бомбалар мен ұзын найзаларды қолдану керектігін есептейді. Капитан олардың Драгмор теңізінен тыс бұрын ешкім жүзбеген суларға кіретінін ескертеді. Кемеде ішіп отырғанда, Джейкоб бөшкелердің бірінен жасырынып отырған Мейзиді тауып алады. Джейкоб оны көріп қатты ашуланады да оған қатты ұрса бастайды. Оны кемедегілерді көріп қатты таңғалады. Бұл қалай болғанша деген ой келеді. Капитан оның батылдығына таңғалып, Сарадан оны жаңа экипаж мүшесі ретінде қабылдауды сұрайды. Сара қызға қорғану үшін пышақ беріп, оған сөзсіз бағыну керектігін ескертеді. Екі арада ұзақ әңгіме кетеді. Қызыл ашуланшақты іздеу үшін жарықшақтар лақтырылады. Ал Джейкоб пен капитан әңгімелесіп отқан кезде Мейзи пышағына таңданып, оларға көрсетіп мақтана бастайды. Капитан оған кемеде маған бағыну керегін айтады және менің сөзім өзгелерге қатты өтендігін және мені тыңдау керектігі екенін түсіндіріп, Джейкоб екеуі қайтадан әңгімеге кіріседі. Теңізшілер құбыжық жақындап келе жатқанын сезеді. Сол кезде қызыл ашуланшақ кемеге шабуыл жасайды. Джейкоб сол арада бомба атқыштың оқтарын алып, шабуыл жасаған қызыл ашуланшақты атып кемеден қорғайды. Сол кезде гарпундар кемеден атылып құбыжыққа ілінеді.
Ал құбыжық кемені толық жылдамдықпен сүйреп әкетеді. Ол су астына айналып құйын тудырып, бүкіл экипажды теңгерімсіз етеді. Кемеде сол кезде көп қиындық туындай бастайды. Джейкоб капитанға бұның дұрыс емес екенін айтып, гарпунды суырып алуды сұрайды, бірақ капитан бас тартып кетеді. Мейзи оны көріп тұрған кезде өз пышағын шығарып, гарпунның жібін кесе бастайды. Ал оны көрген капитан оған қарсы тұрады да айқайлайды. Бірақ Мейзи қорқандығын сасқалып, Джейкоб келіп қасына жіпті қайтадан кесу керектігіне айтып, оны кескізіп, гарпун шешілгендіктен кеме қатты шайқалады. Капитан төбеде ұстап қалып, Джейкоб пен Мейзи судың ішіне кіріп кетеді. Сол кезде оны қызыл ашуланшақ көріп, су астына қарай баяу батады. Су бетіне шыққан Джейкоб пен Мейзи қайтадан бортқа мінеді. Капитан ашуланып табаншасын кезейді, сөйтіп қайықпен оларды қуып жібереді. Сол кезде ашуланшақ оны аузына жұтып, суға қайтадан сүңгіп кетеді. Ашуланшақтың іші қараңғы болғандықтан олар шам жағып алып, бірге әңгіме айтуға қайта отырады. Джейкоб пен Мейзи найзаның көмегімен жануардың ішкі қабырғаларını өрмелейді. Олар мұрын тесіктер арқылы мұхитты көреді. Джейкоб пен Мейзи оған таңғалып біраз уақыт қарап отырады. Уақытта ашуланшақ су бетіне шығып, бір аралға жақындап келеді. Джейкоб құбыжықты жоюға бел буады, бірақ Мейзидің арқанмен байланған жерді шешпек болғанда, найзасының оның мұрын тесігінің ішкі қабырғасына қадап алады. Қызыл ашуланшақ мұны сезіп, қатты түшкіріп жібереді. Джейкоб болса құмға жармасып көреді, бірақ ол болмағандықтан пальма ағашына жармасып тұрып қалады. Ал қызыл ашуланшақ оларға жақын келіп тұр. Өзінің мұрнында жіп тұрған байқап, оны тартқан кезде Мейзи ұшып келіп тісіне қадалып қалады да жерге қайтадан түседі. Қызыл ашуланшақ Мейзиге қарап таңданып тұрған кезде Джейкоб қызыл ашуланшақтың көзіне шабуыл жасайды. Оны көрген Мейзи арқанды кесіп жіберіп, Джейкобты жерге құлатады. Джейкоб басын көтерген сәтте Мейзи пальма ағашында тұрғанын көреді, және де қызыл ашуланшақ суда үлкен толқын жасап, оларды су ішіне батырады. Джейкоб қатты толқыннан сол пальма ағашына жармасып ұзақ уақыт ұстап тұрады, ал қызыл ашуланшақ болса кетіп қалады. Джейкоб пен Мейзи бір-бірін қайтадан тауып, үлкен орманның ішінде не істейтінін ойласып тұрады. Сол кезде Джейкоб өзінің еркек болғандықтан алғашқы қадамын жасап, ну орманның ішіне кіреді. Ну орманда көп жүргендіктен олар ұлу қауыршағын байқап, соның ішіне түнемек болады. Екі арада қызыл ашуланшақ туралы әңгіме кетеді. Мейзи өзінің ойын айтады. Ол бізге шабуыл жасамайды, тек бізді қорғайды дегенде қылады. Бірақ оған Джейкоб сенбей, омен қасарысып, сыртқа қарай шығып кетеді. Ертесінде Мейзи көк құбыжыққа жеміс беріп, екі арада достық орнатады. Солай көк құбыжық пен Мейзи бірге ойнап жүреді. Бір кезде ол аяғының астында бірдеңенің басқанын сезеді. Ол сөйтсе құбыжықтардың жұмыртқасы екен. Айналасына қараса, барлық жерде жұмыртқа жатыр. Джейкоб олардың арттарынан келіп, бұл жұмыртқаларды байқап, аяғын абайлап басады. Сол кезде ол көк құбыжықты лақтырып жібереді де Мейзиді қолына алып бұл жерден шықпақ болады. Бірақ аяқ астына жұмыртқаны басып, ішінен сары құбыжықты байқайды. Сары құбыжықтар оларды қуалайды да, олардың қасына барып, олармен бірге жабысып, ата-анасы екенде ойлағандай оларды жалай бастайды. Бірақ та арт жағынан өзінің ата-анасы келіп, Мейзи мен Джейкобты қуады. Олар суға қарай қайығын алып шығып кетеді. Bir кезде олар қуған себебі олардың бір баласы қалып кеткен екен. Мейзи мен Джейкоб өзінің әңгімесін отады. Сол кезде арт жағынан құбыжық пайда болады. Оның түрі ашшаян беттес екен. Сол кезде Джейкоб оның аузына түспек болған кезде ескекті алып өзін қорғай бастайды. Дәл уақытында қызыл ашуланшақ келіп, екі ортада төбелес ашады. Бір-бірімен айқасып жатқан кезде ашшаянның арқасында Мейзи қалып кеткен екен. Оны байқамаған қызыл ашуланшақ ашшаянмен төбелесе бастайды. Мейзи ашуланшақ жеңіліп атқанын көріп, ашшаянның көз жағына қарай барады. Көзін қатты тартып, оны жерге қарай құлатады. Бірақ сол кезде өзі қайтадан су астына қарай құлап кетеді. Оның құлап кеткенін ешкім байқамайды. Екі ортада төбелес болып атқанда гарпунын Джейкоб лақтырып, қызыл жаққа ашшаянды дайындап береді. Ал ол болса оны алысқа лақтырып жібереді. Сол кезде Джейкоб Мейзиді іздеп атады. Ол көк құбыжықты тауып қайтадан су бетіне шығады да қайыққа отырады. Қайықтың батып бара жатқанын көрген Мейзи қызыл ашуланшаққа жемістер мен көк құбыжықты пайдаланып үйге оралу үшін көмек керек екенін түсіндіреді. Оларды түсінген ашуланшақ су астына еніп, қайықты арқасына салып, бір бағытта кетіп барады. Джейкоб қай бағытта бару керектігін түсіндіруге тырысқанымен құбыжық түсінбейді. Сонда Мейзи арқанға ілініп, қолдарын сермеу арқылы оны бағыттайды. Оны түсінген ашуланшақ Мейзи көрсеткен бағытқа қарай бұрылып, үйге қарай тартады. Бұл уақытта капитан Кроу теңізшілер қорқатын қараңғы аралға келіп, Гвен есімді қорқынышты сиқыршымен кездеседі.
Ол Кроуға өзінің жаңа қаруы Құдайдың қолын көрсетеді, бірақ оны алудың құны өміріндегі барлық нәрседен бас тарту. Бұл кезде қызыл ашуланшақтың үстінде келе жатқан Джейкоб балық аулауға тырысады, ал құбыжық суды айналдырып, балықтарды шеңберге айналдырып, оның қолына секіріп түсуге көмектеседі. Джейкоб пен Мэйзи көп балық аулап, өздері де және көк құбыжықты да қатты тойдырып жолға шығады. Түнде қатты дауыл жақындағанда, олар найзағайдан қорғану үшін қызыл ашуланшақтың танауына тығылады. Ол су астына түседі. Джейкоб сол жерден ғасырлар бойы жалғасқан соғыстың екі жаққа да тек жойылу әкелгенін көрсететін құбыжықтардың сүйектерін және кемелердің қалдырғанын көреді. Бұл Джейкобқа үлкен ой салады. Бұл кезде Кроу капитан өз теңізшілерімен ақылдасып оларға қарай жолға шығады. Өз теңізшісімен тұрған Кроу капитан жолдан балық құбыжықтарды көреді. Жағалауға жеткенде Мэйзи Джейкобтың оны жетімдер үйіне қайтаратынын біліп көңілі түседі. Джейкоб құбыжыққа рахмет айтып, бұдан былай теңіз құбыжықтарын ауламайтынын айтпақ болады. Олар қоштасып жатқанда қызыл ашуланшақ қауіпті сезіп төбеге шығады да корольдік әскери теңіз флотының император Райдер кемесін көреді. Құбыжық ашумен император Райдер кемесіне қарай шабуыл жасайды. Ол кемелерді аударып, император Райдерді екіге бөледі. Әскери генералды жұтып қоюға дайындалғанда Джейкоб оған мойнынан ескерту оғын атады. Ашуланшақ есінен танып жатқан Мэйзиді көріп одан сайын қаһарланады. Қызыл ашуланшақ сол кезде капитан Кроудың кемесін байқап оларға қарай беттеп жүзеді. Ал теңізшілер болса сиқыршының өлімге әкелетін арнайы ұшы бар гарпунын оқтайды. Құбыжық жақын келгенде Кроу тетікті іске қосып оны құбыжықтың бүйіріне қадайды. Құбыжық қатты зақымданып есеңгіреп қалады. Капитан Кроу оның үстіне шығып құбыжықты тірідеп патшалыққа алып келетінін айтып, оны үлкен арқан тормен ұстайды. Алыс жақтан Джейкобтың келе жатқанын көрген капитан оны кемеге отырғызып алады да әңгімесін айтады. Есін жиған Мэйзи Джейкобты айыптап жатқан капитанды көріп, оған пышақпен ұмтылады, бірақ Джейкоб оны тоқтатып ұйықтауға жатқызады. Таңертең Джейкобты капитан Кроу әкетіп қалады. Түнде Сара келіп, Мэйзидің қызыл ашуланшақты босату туралы өтінішіне келіседі. Сара солай бөлмеден шығып кетеді де Мэйзиге қарап бұртияды. Таң атқанда Джейкоб пен Кроу капитан жағалауға жеткенін байқайды. Мэйзи ол кезде ұйқысынан тұрып терезеге қараған кезде көк құбыжықты байқайды. Ол терезесін тістеп Мэйзиге қарай барады. Мэйзи қатты қуанып оны құшақтайды. Мэйзи мен көк құбыжық капитанның бөлмесіне кіріп кітаптарды ақтара бастайды. Мэйзи құбыжықтардың соғысы туралы әңгімелерде патшалықтың символы бар екенін көреді, яғни құбыжықтардың қауіптілігі туралы өтіріктің патшаның өзі ойлап тапқанын біледі. Олар терезеден қасып шығып, байланып тұрған құбыжықты өз пышағымен Мэйзи кесе бастайды. Патшалық тұрғындары қызыл ашуланшақтан тұтқындалуын тамашалауға жиналады. Патша оларды жеңімпаз деп жариялады, ал Кроу өзін мақтан тұтады. Капитан найзасын қадап құбыжықты өлтірмек болғанда Джейкоб оны тоқтатып найзасын беруді сұрайды. Бірақ оған Кроу капитан қасарысып, найзасын берудің орнында қызыл ашуланшақтың үстінде шайқасуды айтады. Екі ортада қайтадан дау пайда болып, Кроу оны суға қарай қатты теуіп жіберіп құлатады. Капитан Кроу құбыжықты өлтіргелі тұрғанда Сара Мэйзиге көмектесіп арқанды бір сілтеумен кесіп тастайды. Құбыжық босап шығады, бірақ удың әсерінен кемеге және сарайдың бір бөлігіне құлап есеңгіреп қалады. Удың әсері қатты болғандықтан сарайда ұзақ уақыт жатады. Ол кезде зеңбірек пен теңізшілер де келіп қалады. Қызыл ашуланшақ басын көтерген кезде Кроу капитан мүсіндердің ортасында тұрған найзаны алуға беттеп жүгіреді. Қызыл ашуланшақ оны көріп қатты жүзеді де капитанның алдына барып тұрады. Оған енді шабуыл жасайын деп жатқан кезде Мэйзи капитанның алдына шығып оны тоқтатады. Джейкоб та келіп Кроудың найзасын сындырып теңіз құбыжықтарын аулауға деген соғыстың мәңгілікке аяқталғанын білдіреді. Патша мен сарай көмекшілері оларға қатты таңғалып қалады. Екеуі қызыл ашуланшақтың басына көтеріліп, Мэйзи бүкіл халыққа патшалықтың кітаптарында өтірікті жариялайды. Аңдар шаруаларға шабуыл жасаған жоқ. Бұл тек ұрпақтар бойы адамдарға құбыжықтарды жек көруді үйреткен монархтар ойлап тапқан әңгімелері болды. Осылайша бұл соғыс басталды. Патша мен патшайым ашуланғанымен халық қызыл ашуланшақты босатуды талап етеді.
Ал генерал болса патшаның бұйрығына бағынбай семсерін қояды да бұл соғыстың неден басталғанын түсінгісі келетінін айтады. Сөйтіп Джейкоб пен Мэйзи теңіз құбыжықтарын аулау жоқ басқа әлемде әкесі мен қызы болып ұлы қызыл ашуланшақтың үстінде көкжиекке қарай бет алады. Ал қызыл ашуланшақ бостандықта керемет өмір сүреді. Егер мультфильм ұнаса, біздің арнамызға тіркеліп, бізді қолдап кетіңіз. Алдағы уақытта кино, шолу мен қайта мультфильмдер көбірек болады.